Малая серебряная медаль. И большая. Вот так вот. 2 серебра в одном подходе. Жарайсың жазира міне балуаншылық атындағы спорт сарайына жиналған сан мың жанкүйер және теледидар алдында телмірген миллиондаған жанкүйерлердің қуанышында шек жоқ. Мен бұл спортты 2000 жылы бастағам. Негізі 2002 деп біз жарысқа шыққанда 2002 деп не есеп түскен. 20 жыл болды заниматься етіп келе жатқаныма, иә. Бірінші келгенде жасым 7-8 деп. Ойын баласы, бір барасың, бір бармайсың, үйден қашып жүресің, ойынға кетіп қаласың, спортқа барасың, сондай болды бізде. Сөйтіп келдік қой енді. Аллаға шүкір, осы Шымкент қаласына 2007-де келдім. Содан бері осы сияқтамыз. Енді мынау осы спортты бастаған кезінде ең бірінші облыс жарыстары болатын тұғым. Ол кезде салмағым 32 ма, даже 32 категориядан басталатын енді қыздар арасында. Оған жетпейтін тұғым салмағым, 29 кило шығатын. Бірақ сондай бір үлкен облыс жарыс қазір біз үшін ештеңе болмағанмен де, ол кезде облыс жарыс біз үшін олимпиада сияқты тұғым. Бір қорқынышты, бір андай ішінде үрей-дүрей аударылып атады ғой, бір қорқыныш сезімдер, білмеймін, енді оны жеткізу қиын деп ойлаймын. Сондай сезімде болдым. Енді осы соңғы, осы 2016 жылы Рио олимпиадасының алдында да осындай бір үлкен қорқыныш, жаңағыдай бір үлкен халықтың сенімін ақтау деген, ол екінің бірінің қолынан келе бермейді деп ойлаймын. Сонда да бір күресуге дайынбыз ғой, қазақ болған кейін біз қазақпыз деп еліміздің көк байрағын биікке желбіретіп әнұран ойнап келгенге не жетсін. Осы енді халқыма сендім. Менің халқым мен үшін дұға етіп, Алладан сұрайды деп. Алладан сұрасаң береді ғой. Енді сол ішінде ең бірінші қорқыныш мынандай болды. Елімнің үмітін ақтай алмай қалсам ше деген үміт не болды, андай сезім болды. Сосын осы жарысқа шығатын алдында бізде салмаққа тартынамыз ғой. 700 грамм түспейді ғой. Баняға кірем, 11 рет заход жасаймын, баняда түспейді. Елі как жүремін. Анарда жылаймын отырып алып қазір. Мен осы салмақ үшін жарысқа шыға алмай қалсам позор ғой деп. Сөйтіп сонымен енді жеңдім деп ойлаймын. Бұл қорқыныш сезімді жеңдім деп ойлаймын. Халқын үмітін ақтадым деп ойлаймын. Аллаға шүкір, елбасымыздың парасат ордені бар, олимпийский неміз бар, заслуженный мастер спорта, Қазақстанның тұңғыш қазақ қызы. Енді мен осы АСР-ге келіп жүргеніне 3,5 жылдай болды. Бірінші барғанымда осы машинама тренировка жапсырғыздырдым. Өте керемет, качествосы жақсы. Әлі жүрмін. Бір ешқандай несі жоқ, жаңағыдай минусы жоқ. Аллаға шүкір, бәрі қызығады. Жан-жақтағыды қақтан жапсырып алдың. Мынандай качествосы жақсы ғой деп келіп жатады, сұрап жатады. Конечно, 3,5 жыл болды ғой. Сіздермен бірге осындай машинамда өте керемет сәнді қылып жүргеніме өте керемет ұнайды. Алдында да осыдан бір жыл бұрын жаңа машинамның несіне тюнинг қойдырғам. Ол да качествосы жақсы шықты. Мен ойлаймын, сіздерде АСР ғой енді барлық енді күртай машиналар келу керек деп ойлаймын. Өйткені сіздердің жасап жатқан жұмыстарыңыз качествосы жақсы, өте керемет. Үлкен рахмет, сіздерге әрқашанда сенім артамыз. Бір Алланың қолында ғой. Енді алда жоспарлар өзім осы спортында бір қызметкер болып істесем ба деген ойым бар. Осында өзіміздің қазақтың қарапайым ұл-қыздарын шығарғанға не жетсін өзімнен кейін. Ойлаймын мен, мысалға бұл өмірде үлкен жетістіктердің бір 20%-іне жеттім деп ойлаймын. Өйткені алда әлі көретін өмірім көп. Өзімде сабақ алатын адамдардан көп та. Енді мен қазір осы қазақтың қарапайым өзіміздің ұл қыздарына айтарым. Спортпен айналысыңыздар. Үлкен алдына жоспар қойған екен, соны орындауға тырысу керек.